Алла аузымызға салған шығар, 5 бала тап деп жатырмыз, қабыл етсін ағайын. Адам ұрпағымен, ағаш жапырағымен көріп дейді жақсылар. Орыстар айтады екен, я тебя люблю деп ары кетсе 3 бала болады деп. Ағылшындар I love you десе дағы 4-ден асырамайды дейді. Өткенде бір көкем айтады, наурыз бала кезінде қазақтың ата бабалары қандай болған шіркін. Ары жат, бері жат деп 16-17 баланы дүниеге әкелген дейді, солай ма? Осында бір көкеміздің 18-ші перзентін апамыз босанып жатса, көкем айқайлап жатыр дейді, кемпір не босандың? Апам ұл болды шал, қара шаңырақтың егесі болсын, жас 80-ден асты. Осымен тоқтатайық келіндермен жағаласпай. Арамдағы атын тоқтар қояйық десе атам айтқан екен, атын өзім қоям, аты жалғас болады деп. Сол сияқты ол қыз жалғаса берсін, ол қыз аман бейбітшілік заман болсын. Бір жас келін түсіп, келін бір аптадан кейін өзінің шешесіне звондап жатыр дейді, келін қыздың өзінің мамасына. Анашым жағдайың қалай, жақсы ма? Қыздың мамасы жылап жіберді, жаным-ау, барған жеріңнің салт дәстүрін үйрендің ба? Әдет ғұрпы біздікіне ұқсай ма екен? Енеңмен тіл табыстың ба, главный? Қиналып жүрген жоқсың ба? Қыз айтады дейді, жоқ анашым, уайымдама, бәрі керемет. Енем бір алтын адам. Бірақ бір түсінбегенім, күнде таңертең тұрамын ұйқыдан, су шашыққа сүртінемін, жаңағы су сүлгіге сүртінемін. Бұл қалай десе, қыздың мамасы айтады дейді, жаным-ау, кебу шашыққа сүртінгің келсе, сәл ертерек тұрса. Қызым, сен айналайын жатшы үшін жаралғансың. Барғаннан кейін біздің абыройымызды асқақтат. Құдалар не деген жаман тәрбие берді, бізге кір келтірме. Барынша ілтипатты болады. Солардың отынан кіріп, күлінен шығатындай келін атан. Барынша ілтипатты. Бәріне сіз деп айт. Үлкен бола ма, кіші бола ма, иіліп сәлеміңді бер деп телефонды қойып, келін келе жатса, алдында мышық жатыр дейді. Мамасының сөзі есіне түсіп кеткен ғой, бәріне сіз деп айт деген. Мышық қайтады дейді, пішіңіз деп. Сол сияқты сыпайы келін. Сәлем жасай. Екеу. Анау не үшін ергезек 3-ке дейін деген бар. Салса. Анау 4 құбылаң тең болсын. 5 арысың болсын. Ызаш берейін саған. Тоқта, ма, 5-імді кәрі. Рахмет. Әлемдегі ең сұлу қыз алдында тұрсың ба? Иә. Еще уверен, иә дейді, қателеспе. Ең сұлуын баяғыда папаң ақ қойған. Анау тұрады, ең сұлу адыс жуасың, үй жинайсың, бала туасың, есік алыспырасың. Это самал, детка. Келін ішке алып көрейік, қалған ағайын ортаға биге шыға. Ағайын! Қалай келін бол? Болмайды ау? Басынан көрейік кеттік. Ағайын! Әй, жай! Ай середім жақсы жерді жағалайтын, осындай той думанды аралайтын, беташарға жиналған қалың елге разы болдым, жақсының жақсылығын бағалайтын. Сәті кеп тұр ардақтылар осы жерде, келіннің сәлемін саралайтын, жүректі жібітетін сөз айтайын, жан болса өнерімді бағалайтын. Беташарға жиналған қалың елге, келіннен бұрын сәлем берем, ассалаумағалейкум. Шабайыншы шабытты келгенде шақ, қалмасын аяғымды халық тұсап. Алла деп беташарды мен бастайын, таңдағы күннен шыққан жарық құсап. Самал бір микрорайонына келген кезде, сіздер жаяды деп едім анық құшақ. Алғысты елі келіндеріңіз тағы да құтты болсын, жарар көңілдеріңізді қарық қылсақ. Сіздер неге қиқуламай отырсыздар, карантинге мәңгілік жабылған халық құсап. Ойлап тұрған шығарсың, назерке қыз қандай елге келдім. Мен айтайын, ырысы таусылмайтын жерге келдің. Есіктегі басыңды төрге сүйрер, қасиетті ысты дейтін елге келдің. Астаның ішіндегі жайсаңдары, шырағым сүлгетай дейтін төрге келдің. Шымкенттің болашақта қазіргіде центрі бола білген, айналаң толы самал дейтін жерге келдің. Бәрін айтты, бірін айт, ақ келінжан қасқыры қой жемейтін төрге келдің. Бұл ыстылар бір Алланың құлы болған, әрқайсының жүрегінде иманның нұры болған. Ұлдары бір елдің азаматы, қыздары бір шаңырақтың гүлі болған. Дұрыс айтып жатырмын ба? Сәл иә деп отырсаңдар шарасында. Қыздары бір шаңырақтың гүлі болған, Астаның жігіттері пысық шіркін, Сіргелінің қыздары текті екендігін біліп алған. Бұл Астаның батырлығын айтар болсам, қалпақпенен қасқырды ұрып алған. Ал самалды да айтайын, білсеңіз түскен жер самал, түбітті жер, кілемді жер. Кез келді сөз маржанын шірендірер, тілерім
жан бала шаған көп болсыншы, сонда ғана 4 құбылаң түгелі жүрер. 1-2 келіндер бар арамызда, небәрі 1 баланы үнемді дер. 1 қозы артық туса Құдай өзі, жерге 1 артық жусан қыл өндірер. Оның үстіне сүгір әлі атаңыз бен Гауһардай енеңізде, оригинал немере ескесем деп тілеп жүрер. Қазақстанын көбейту мақсатың ғой, сондықтан да Мағжан бауырым реті кеп тұр, аямай аттың басын жіберіп жүр. Ыстылар шақ адам өлген басыды. Айналайын ағайын, айналайын ағайын, айтатын сөз табылса, үміттен шырақ жағылса, біразырақ айтайын, шапалақ мынау қағылса. Құлағыңа құйып ал, атаңнан қалған ақылды, атаңнан қалған ақылды, 2 ауыз сөзді айтуға осында мені шақырды. Қарсы келсе қарт адам, қайқаңдама келін жан, Мағжан мені сүйді деп тайтаңдама келін жан, жанына барып әр үйдің тың-тыңдама келін жан, қаптың аузы ашық деп құртырлама келін жан. Келін дегенге кетпеңіз кербез келін боп, ашық шашық киінбе, самал бірде маса көп, сондықтан оған сенім жоқ. Ата енеңнің қабағын бақпай қойма келін жан, 2 бала тапқан соң фигурамды сақтайым деп таппай қойма келін жан. Ыстылардың елінде, Сүлгетайдың төрінде, қаяу түсірмей сенімге 5 бала тап кемінде. Ай рахмет, 5 бала деп өлім бітті. Алла аузымызға салған шығар, 5 бала тап деп жатырмыз, қабыл етсін ағайын. Адам ұрпағымен, ағаш жапырағымен көріп дейді жақсылар. Орыстар айтады екен, я тебя люблю деп ары кетсе 3 бала болады деп. Ағылшындар I love you десе дағы 4-ден асырамайды дейді. Өткенде бір көкем айтады, наурыз бала кезінде қазақтың ата бабалары қандай болған шіркін. Ары жат, бері жат деп 16-17 баланы дүниеге әкелген дейді, солай ма? Осында бір көкеміздің 18-ші перзентін апамыз босанып атса, көкем айқайлап атыр дейді, кемпір не босандың? Апам ұл болды шал, қара шаңырақтың егесі болсын, жас 80-ден асты. Осымен тоқтатайық келіндермен жағаласпай. Арамда атын тоқтар қояйық десе атам айтқан екен, атын өзім қоям, аты жалғас болады деп. Сол сияқты ол қыз жалғаса берсін, ол қыз заман бейбітшілік есік алдында намаз оқып жатса, көршісі келіп таңғалып жатыр дейді сыртынан қарап. Машалла қожеке, не деген иманыңыз берік жансыз. Бақылап тұрғаныма бір шаба уақыттың жүзі болды. Сәжденің өзіне, рүкудің өзіне ұзақ еңкейіп барады екенсіз. Бір кәміл имамның егесі деп мақтап жатса, Қожа Насыр атамыз айтып жатыр дейді, ай көрші таңғалма. Мен негізі дәрет алып оқысам, бұдан да ұзақ оқимын деген ба. Сол жақта карантин деген әтел болмаған кезде, осындағы біздің Сүгірәлі көкеміздің тойы бұдан да керемет болар ма еді, дұрыс па? Карантинге қарамай ендеше осы әулетті, осы шаңырақты сыйлап келген баршаңызға Алла разы болсын. Дендеріңіз сау болсын. Ауырмаңыздар, той көріңіздер. Не деген шапалақ мама. Ай, әруақтардан бастайын, алайын бүгін есіме, дүниеден өткен жандарды ұмытып қалам несіне. Ноқталы басқан бір өлім, түбәй теуір келмей ме? Ажалдың соқса дауылы, өмірдің шамы сөнбей ме? Құлқына кеткен суалып, ақынға кеткен қуарып, әруақтарға сәлем бер, ұрпақтар қалсын қуанып. Әр теңіздің айдыны жағасынан, адамзаттың бір жұртын ағашыдан, қымбат болар туған жердің ағашы да, әр адамның жету керек бағасына. Беташарға арнайы келген кезде, қатарынан 5 сәлем салды ағашыға. 5 сәлем салды ағашыға. 4 қалды ағашыға. 3 қалды. 2 кейбіреу. Болмайтын көңілінде шүбә деген, жүретін жағдайыңды сұрап ерен, Құдай қосқан туысың болады екен, ардақты құдағи мен құда деген. Аттармен бір атап өтейінші, құдаларым ортаға шығам екен. Алағайын тағы да қолқалаға не қолқала, құдалар келсін ортаға. Темірхан мен Розадай құдаларға 3 сәлем.
келсін беріп құдалар, қол қалағайын қол қала, темір қандай құдам бар, мың жылдық құдай қосқан туысың, осында болар арасың, құдаларға қол соғыңдар, музыкалық сәлем бер, құдалар келсін ортаға. Сүгірәлі көгі ана отырған қайнатаң, ана отырған қайнатаң, қайнатаңыз қаятаң, қайнатаңыз бүгінде барматаққа саядам, қайнатаңды мен бүгін билетем әрі ойнатам, екеуін жайнатам, Сүгірәлі сынды атаңыз міне болды баталы, енді болат аталы, сен келді деп келін жан табаққа 10 мың атады ай. Атаңызға қос сәлем көнекей. Көкем келсін ортаға. Келін құтты болсын. Рахмет. Келін құтты болсын көкем. Неге аз дейді? 10 мың десем 10 мың сабадыр енді. Өздері алатын банкі болғаннан кейін қаншасын? Өздері. Сүгірәлідей асыл атаң аман болсын. Осы сәкең ойнап күлетіндей заман болсын. Ал сәке қайғы келсе басыңа жалаң келесін. Қайғыны көтеруге Құдай саған шама берсін. Асырап баққан ұл қызыңнан ұрпақшын көбейіп, үйің тола шұбырған балаң болсын. Немереңнің қызығын өзің көріп, пенсияңның қызығын солар көрсін. Алға бастын сәке әрісіңіз, орындалсын ойға алған жұмысыңыз. Шашыңыз түгел ағарып біткенінше, ақша санау немере бағу болсыншы жұмысыңыз. Түсірген келіннің қадамы құтты болып, ыдысқа сыймай қалсын ырысыңыздай. Сен келді деп атаңның жүзінен қуаныш көз аунайды. Байқасан келін мынандай сұлулықты ешқандай қайғы бұза алмайды. Жастар тілімен айтар болсам, сенің атаң красавчик. Ана түрден ешқандай түр оза алмайды. Қайнатаңның жүзіне қарап тұрып, қыз түгіл қысыр сиыр бұзаулайды. Түсінбеді ау дейме? Ояқ жапына. Ояқ жапына? Сәкеға жақсы өмір сүріп жүріші, ол қызыңның бақытына күліп ойнап тірі жүріші. 10 қалтама келіп 5000 теңге қыстырдыңыз, рахмет. Адамда сол қалта барында біліп жүрші, айтпай қойым ол. Жаратқан не берсе де сүйіп берсін. Ояқты күлмесін? Пайдаланып отқа жоқ сомен. Жаратқан не берсе де сүйіп берсін. Дұшпандар сізге енді тиіп көрсін. Келіннің қадамы тағы да құтты болып, шыққан төріңіз әрдайым биіктесін. Настроение мені көтеріліп отқан сияқты болды. Атаңа бонус тағы 3 сәлем сал. Жанардан жасын жиып, қарайды елінеге, ал келін сәлемді бер, гауһарда енеңізге. Ал апа ақшаңды бер, түйіп ап орамалға, табаққа тастап жібер, соңғы рет қарап алда. Енеңізге қос сәлем, елің құтты болсын қалғыдаға. Аман болсын, сырласыңызда иманы келін болсын апа. Нақ тұрсын. Болды, рахмет. Баяғыда бір әулетке бір жас келін түсіп, келін бір аптадан кейін өзінің шешесіне звондап жатыр дейді, келін қыздың өзінің мамасына. Анашым, жағдайың қалай, жақсы ма? Қыздың мамасы жылап жіберді, жаным ау. Барған жеріңнің салт дәстүрін үйрендің ба? Әдет ғұрпы біздікіне ұқсай ма екен? Енеңмен тіл табыстың ба, главный? Қиналып жүрген жоқсың ба? Қыз айтады дейді, жоқ анашым, уайымдама, бәрі керемет. Енем бір алтын адам. Бірақ бір түсінбегенім, күнде таңертең тұрамын ұйқыдан, су шашыққа сүртінемін, жаңа су сүлгіге сүртінемін. Бұл қалай десе, қыздың мамасы айтады дейді, жаным ау, кебу шашыққа сүртінгің келсе, сәл ертерек тұрсайын деп. Сол сияқты қорқаным, келін ертерек тұра алатын келін болсын, жақсылық қыла алатын, көңілден шыға алатын, баланы туа алатын келін болсын. Мына бір қабат үйлеріңізден жыл сайын 2 қабат болып шыға алатын келін болсын. Суыңызды сүт, төріңізді құт қылатын иманды келін болсын, Құдай қаласа. Артынан анасы өсиет қылып айтып жатыр дейді, қызым айналайын, сен жат жұрттық үшін жаралғасың. Мынаны емізіңдеші кім мына? Әдемі ме жылай деген дейді. Рахмет. Қызым, сен айналайын, жат жұрттық үшін жаралғансың. Барғаннан кейін біздің абыройымызды асқақтат.
Құдалар не деген жаман тарбие берді бізге кір келдірме. Барынша ілтипатты болады. Солардың отынан кіріп, күлінен шығатындай келін атан. Барынша ілтипатты. Бәріне сіз деп айт. Үлкен бола ма, кіші бола ма, иіліп сәлеміңді бер деп телефонды қойып, келін келе жатса, алдында мышық жатыр дейді. Мамасын сөзі есіне түсіп кеткен ғой, бәріне сіз деп айт деген. Мышық қайтады дейді, пішіңіз деп. Сол сияқты сыпайы келін болсын, апа. Құдай қаласа, жарасында жүк болсын ұлыңызбен бірге. Ол қыз немере шөбере көбейсін. Не деген шапалақ, боже мой. Біздің қазақ ежелден күйеуді дұшпан дейміз ғой. Сол күйеу табыс егер ұялмастан жейміз ғой. Әпкелер аман болсын деп жер жүзін бір кезбелер. Аман болсын әрдайым әпкелермен жезделер. Әпкелермен жезделер. Әпкелермен жезделер. Аттарын атап өтейін бермен қарай келіңдер. Тағы бір туыс болсын да жиендермен бөлелер. Әпке жездеден бастайын. Арғы бетті ашыңыз маған қарай тосыңыз. Әпкелер қайда әпкелер, жақсылыққа тап келер. Тез аштай бауырым, не үшін тақтың ашкиді. Көрсетші ғане келіңдер бері ортаға жұма. Мағжанның достары қақтасыңдар. Кебе қапты. Доспыз деп достықтың сенімін ақтайсыңдар. Әйтеуір біреуің үйленіп ешбір тыным таппайсыңдар. Бұдан былай Назеркенің бетіне келіп, Мағжан бауырларыңды мақтайсыңдар. Шынымды айтам достарым өздеріңе, енді біраз уақыт түнгі сағат, оннан кейін мақаны қастарыңнан таппайсыңдар. Енді әр досын жеке-жеке айтайық, енді аттар аталмаса да бір атап өтейік. Келінжан әрқайсына сәлем салып отыр. Олигарх достары бар. Олигархтар бөлек екен. Бірінші бастайды. Рамазан келді ма? Рамазанға шапалақ ұрайық. Рамазан ортаға. Біреу әке. Олигарх деп жатыр. Тағы да көрейік кел. Через один емес, сразу болады. Рамазанға сәлем салсай келінжан. Рамазанға сәлем сал. Рамазанға сәлем салсай. Екеу. Анау не үшін? Ергезеге үшке дейін деген бар. Салсаң. Анау 4 құбылаң тең болсын. 5 арысың болсын. Ызаш берейін саған. Тоқтай, ма, 5 деген. Рахмет. Нормально ғой, мен жұқы шапалақ қойып қояқ Рамазанға міне. Бірінші рет бастап 5 рет залды. Енді олигарх деп жазып қойыпты, өздері солай олигархтар араласады екен. Сүндет келді ма? Сәлем сал келінжан аяңға. Айеге. Машалла. Ау. Кете берсіз, түрі қорғышты. Ақам біреу. Көрсен. Бар ма? Абеге. Асыз қойын олар. Жаңғали. Ерлан. Кеше жолдас жігіт болған осы жігіт. Ереке, давай. Басқалай Ереке. 1, 2. Ереке бар бет тағы. Каспий, ашсай Каспийді. Кесе Ереке. Кесе. Жоқ, десе бар екен бұл? Рахмет, жынданбай берейік. Кезін ортаға Қазбек, келді ма? Ал Қазеке. Осы жерге мені алып келген жігіт осы ғой. Қазеке қалайсың? Жақсы. 3 теңге саласың ма? Баласы біреу. Рахмет. Кластас, Мақсат, Қанат, Ерсұлтан, Азат, Жасұлан, Дәурен, Нұрсұлтан, Ислам, Арман, Дәурен, Ерлан, Нұрсұлтан, Айбек дейді кластастар кетті. 3 реттен әрқайсымыз кластастар. Біреу. Кетті, біреу, аха. 2. 3-ші тоқта, аха. 2. 3-ші. Біреу. 3. 2. 3. Аны 5 теңге өзің аласың ама. Болды ма? Бұнағай, дастархандарын айтым, маған жазылған бәрін айттым, қалып кеткен жақсылар болса ренжімесін. Назерке қалып кеткендердің құрметіне бір сәлем сал. Аттар аталып шықпай отқандарға бір сәлем сал. Бұл әулетке қанша ағайын тілеулес, жолда келе жатқан ағайынға бір сәлем сал. Келіп кетіп қалғандарды көрдіңдер, оған да бір сәлем салыңдар. Дәреті барлар, ол керек емес апа. Енді келіннің нұрлы жүзін халыққа таныстырайық. Гаухар ханым, ортаға келіңіз. Гаухар ханым. Гаухар ханым, кететін келдің ба? Қолда қалады? Бәсе, риза болып тұр да. Үй бәрі дайын деп не айтқан жоқ. Ойнайды. Апа келіңіз Гаухар ханым. Құдай қаласа мына ұлыңыз Мағжан мен келін Назеркенің бірлесіп тапқан алғашқы қайырлы табысы болсын, Құдай қаласа.
ішінде ол 500 жақындап қалды, 500 кем емес сияқты. Елдің алдында өзіңізге табыстайын, құдай қаласа жақсылыққа жұмсаңыз, ұстап тұра бергім келді, бірақ біреудің ақшасын бере керек. Жақсылыққа жұмсалсын. Қозғап қояйық, қабыл алыңыз. Рахмет. Өткенде бір келіншекке ақшасын жинап берген ғой. Ішінен 5000 теңге алып бере салды. Енді ортаға үйленген жігіт Мағжан шақырайық, шапалақ қой. Мағжан қайда? Елдегі ең сұлу қыз алдында тұрсың ба? Иә. Еще уверен, иә дейді, қателеспе. Ең сұлуын баяғыда папаң ақ қойған. Енді құдай қаласа осы Мағжан мен Назеркенің үйлену тойы өмірінде бір-ақ рет болсын, иә. Шілдехана той кем дегенде 7 рет болсын, сүндет той 5 рет болсын, жыл сайын келінде 2 рет болсын, ар жағы Мағжан саған 8 рет болсын. Жалпы айтқанда ысты елінде жыл сайын бала туудан 3 рет болсын. Ура беретін шапалақ прекратите, пожалуйста. Ал, келінжан, беліңді бекем буа бер, топырлатып атаң айтты, әжең айттындай, осы әулетке немере шөберен туа бер. Бетің ашылды, енді кухняға кіріп атысыңды жуа бер. Енді ыдыс жуасың, үй жинайсың, бала туасың, есік алыспырасың, это самал, детка. Келін ішке алып көрейік, қалған ағайын ортаға биге